Короче, достар, естеріңізде болса мен алдында айттым, прямой эфирге кіре алмай жүрмін деп. Сол прямой эфирдің не үшін кіре алмай жүргенін білдім. Сөйтсем, короче, бізді көрмайсың деп айтайын ба, бізде жаманшылық ойлайтын адамдар сөйтіп жалоба тастап, именно прямой эфирге кіре алмайтын қып, короче, келісіп алып, бір 20 шақты адам сөйтіп жалоба тастаған екен. Бірақ ол уақытша екен, уақыт ол да ашылады. Не айтайын деп тұрмын? Сіздер жасай беріңіздер, қолдарыңыздан келген қастандықты, Аллах білуші, Аллах көруші. Ал мен өзімдігін жасай беремін. Сәттілік. Ал, Сардәулет сізге Фортунаның көзі түсіп жатыр. Фортуна қойсай. Фортуна сізге бүгін сезімін айтып жатса, таңғалмаңыз. Көңілгеңіз бәрі күшті сияқты. Жақсы, күшті. Сәл ауырып қалдым, айтақ бәрі жақсы. Сіз қалай ойлайсыз, үйде ақшаны ер адам, әлде әйел адам кім ұстау керек? Кімнің финансы грамотности жақсы сол ұстаған дұрыс. Мысалы, сіздің болашақта үйіңізде сіз ұстайсыз ба? Мен финансы вроде жақсымын, ұстауға болады. Бірақ әйелім менен де қатты мықты болатын болса, енді білімі өз ұстай берсін. Оған қарсы емессіз. Ал енелеріне, мамаларына беріп болмайды. Ол болмайды. Одан қорқудың қажеті жоқ. Жоқ, одан вообще қорқпаңыздар. Өзім ақшам өзімде. Алдындағы жолы ән айттыңыз, бүгін не істейсіз? Бүгін не істеу керек? Білмеймін енді, талас қандай болдыңыз ғой дегенім. Ойбай, таласқан несі жоқ. Таласпаймын, бақыт тілеймін только. Ал бүгін эфирді көргендер бар, көрмегендер бар. Краш бауырым келді. Бұйырса, Аллах қаласа, осы жылы екеуміз де үйленіп, екеуміз де өзіміздің теңімізді тауып кетсек, нұр үстіне нұр болатын еді. Иншаллах. Бауырым өтіп бітші, Алла разы болсын. Қайнынаме осындай новогодний шоколад беріп, в общем, киндер, нутелла. Две киндер. Диколя тоже. Соны көріп проснулся. На, это тоже тебе. Ура, я так счастлива. Хорошо, что тут киндер, деп балақса көтсе. А чё ты радуешься? Ты же фанатка киндера? Киндер же вкусный. Ты что, не поймешь? Кашу. Вот.